Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. 2018 жылы қаңтар айында Алматы қаласында жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионаты өтті. Сол Қазақстан чемпионатында ерекше көзге түскен бір партия бар. Ол Анастасия Капаева мен және Серікбай Әсел арасындағы тартыс. Көзіме қатты оттай басылды. Сонымен сіздерге бөлісейін деп отырмын. Бұл дайындық үстінде көрдім, қалай дайындалған, сол себепті көрсетейін деп отырмын. Кеттік. D4, D5 негізгі орталыққа қойдық. ATF3, ATF6, E3 орталықты нығайтты, C6, B3. Ең басты мақсаты пілді B2-ге қойып, E5-ті бақылау. Бұл жерде әрине енді пілді F5-ге шығарып қойса жақсы болар еді. Бірінші пілді шығарып, содан кейін ғана нығайтқан кезде керемет болады. Бірақ өкінішке орай Әсел бұндай жағдай жасаған жоқ. E6, піл B2, E5-тегі торды бақылап тұр. Піл D6, піл D3, ат B D7. Енді E5-ке дәл қазір кіру керек. Егер дәл қазір кірмейтін болсаңыздар, жағдайларыңыз қиын болады. Ат E5, патшаны сарайға кіргізді, ат D2. Болашақта біз өзіміздің E5-тегі атымызға көмектесеміз. Уәзір C7, байқасаңыздар, 1, 2, және, қазір тоқтаңыздар, және 3. Үшеуі өшеге қарап тұр. Сол себепті біз оны қорғаймыз. F4. Бұл әдісті кезінде Гарри Нильсон Пилсбери ойлап тапқан. Соны сіздер біліп жүрсеңдер болады. C5 орталықты қопаруға тырысып жатыр. Патшаны сарайға кіргізді. B6. F4-тің бір ерекшелігі, сіз кемеңізді F3, H3 және H7-ге қарай қимылдатсаңыз болады. Кеме F3, CD, және сіздер білесіздер, қарсыластың түбіне жету үшін ашық жол керек екен. Піл B7. Піл B7-ның ең басты мақсаты қазір атты E4-ке қойып, мына пілдің аузын жабуға тырысу керек. Сол себепті Анастасия уәзір E2 деп айтады. Мынаның бәрін қадағалайды және мүмкіндік бермейді. Кеме F C8-ге барды. Анастасияның бір ерекшелігі бұл жерде асығыстық білдіруге мүмкіндік болған. Кеме H3 деп білсе, онда ат E4, жедік, және қарсылас мешкейлер қатарына кіріп кетер еді. Сол себепті Анастасия кеме C1 деп жүреді. Алдыма дайындалады, тұрып өткізбейді. Ат F8, енді ақырындап қимылдатамыз. Кеме H3, уәзір E7. Енді Вильгельм Стейнистің ережесі бар. Егер де орталықта белгілі бір іс-әрекеттер жүргізілмейтін болса, онда оң қапталда немесе сол қапталда қозғалуға болады екенін айтылады. G4, кеттік. G4, өткен орталық толығымен қимылдамайды, және біз деген қапталдағы ойынды бастаймыз. Ат E8, ат D-F3, F6. Өзінің қасындағы нәрсесін босатты. Бұл жерде Анастасия өте үлкен шабытпен ойнайды. Піл H7 шах, ат H7 және ат G6. Егер сіз менің бұрынғы видеоларымды қарайтын болсаңыздар, бұл атты мен деген шеге деп атаймын. Шегені қақты. Уәзір F7, F5, шегеге көмектесеміз, жедік, және бізде мынандай әп-әдемі E жолы ашылды. Әп-әдемі H жолы ашылды. Кеттік. Уәзір D7, мына жауынгерді жұлып алғысы кеп тұр. Кеме H5, ат C7. Енді біз ойлаймыз, атымыз алдында, кеме артында, ат алдында, жауынгер артында, бірақ мына кемеге көмектесетін ешкім жоқ. Сол себепті Анастасия өзінің уәзірін көмекке шақырады. Уәзір G2. Әсел бұл жерде ат G5 деп жүреді. Ат G5. Егерде осы жерде Анастасия уәзір G5, FG, ат G5 дегенде, онда келесі мынандай бұлтартпас мат болар еді. Бірақ өкінішке орай Анастасия бұл мүмкіндікті көрген жоқ.
жедік және уәзірмен жеді. Кеме E8 ашық жол. Ашық жолда неткісі кеп тұр. F6 біз деген шегені қағамыз және қарсыластың қоршауын бұзу үшін қазір F6 жеп жүрміз. Піл A6. Бұның ең басты мақсаты F1-дегі торды бақылау және мына кеменің мысалы қосылуына және көмектесуіне кедергі жасау. Сол себепті Анастасияның керемет жүрісі C4 айтады. Жоқ, сен піл деген біздің мазамызды алма дейді. Кеме E4, F7 шах, ат патша F7, кеме F1. Бұлай, енді бұл жерде де мысалы бұлайды жесе де жақсы болар еді. Бірақ енді әйел азаматы болғаннан кейін мүмкін қобалжыған шығар. Кеме F4, жедік, шах. Тағы да бір рет батареяны пайдаланамыз. Уәзір алдында, ат артында. Бұлай, H7, шах, және біз мешкелер қатарын толығымен басып алдық. Мынандай әдемілеп тұрып басып алдық. Уәзір D6, кеме C7. Егер де бұлай жейтін болса, онда ат E6 деп жүреді. Қос соққы. Қос соққы әдісін көрсек болады. Ол CB деп жүреді. Кеме F7. Қазір мына жерде мынандай мат қойға болады. Бірақ піл B5, уәзір G5 шах, патшаға шабуырса, және пілге патша C8 және уәзір G8. 2019 жылы 3 қаңтарда Павлодар қаласында қайтадан жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионаты өткізіледі. Сол себепті қатысушыларға сәттілік тілейміз. 100-ден жүйрік 1000-дан тұлпар жеңіп шықсын. Ал егер де канал ұнайтын болса, сұрақтарыңыз бар болса, лайк басыңыздар, сұрақ қойыңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Каналға жазылыңыздар. Жақсылықта кездесейік. Сау, сәлемет болыңыздар.